Сәлем достар, менімен бірге қазіргі кезде хит болып жатқан чучвараны, яғни пельменейді бірге жасауға кеңес беремін. Яғни бізге қажетті 150 грамм сүт, бір жұмыртқа және шым тұз. Оны қажетінше қосып, қамыр илеп 20 минутқа тындырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды алып, жұқа етіп жайып аламыз. Мінекей қамырымыз жайылып болды. Енді оқтауды қойып 5 см көлемінде кесіп аламын. Кесіп алған қамырды аламыз да, яғни түсінікті түрде айтқанда, мектеп оқитын балалардың мойнына тағатын галстугының формасындай кесіп аламыз. Яғни үшбұрышты форма, тура галстуктың формасы. Енді мен дайындап алған пюремді ішіне саламын. Яғни пюре менің каналымда бар. Дәмі керемет болып шығатын пюре бар. Ортасына картошкамызды салдық. Брынза салса да болады. Мен картошкамен жасап көріп жатырмын. Оны бір-бірінің үстіне қойып, екі шетін басып, тағы бір қайырып, енді екі шетін қосып бүгеміз. Яғни бір қайырып бүккен кезде ол іші де піседі, қамыры. Піспей қалады деп қорықпаңыздар. Себебі қамырымыз жұп-жұқа жайылған. Мінекей түйілу барысы көрсетілуде. Мінекей. Яғни қоянның құлағы тәріздес болып келеді. Тағы да бір үлгісін көрсетуде. Ол міндетті түрде піседі. Піспей қалады деп қорықпаңыздар. Мінекей бірнешеуін түйіп болдық. Енді осыны пісіріп аламыз майға. 1-1,5 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей менде сап-сары болып шықты. Қытырлақ болып тұрады. Жасап көруге кеңес берем. Ас болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.